Сәлем достар, бүгін сіздермен Прага тортын жасайтын боламыз. Бұл торттың ерекшелігі коржда, кремда, бетіндегі ганашта бәрі шоколадты. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 6 жұмыртқаны жарып аламыз. Енді 150 грамм қантымызды біраз-біраздан миксерлеп тұрып салып тұрамыз. Солай жасасаңыздар, бисквиттеріңіз жақсырақ көтерілетін болады. Жұмыртқа мен қантымыз әппақ болғанша жақсылап тұрып көпіру қажет. Енді үстіне 40 грамм ерітілген сары майымызды құямыз. Бұл жерде де майымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Ыдысымызда електен өткізілген 115 грамм ұнды, 25 грамм какаоны және де 1,5 шай қасық қопсытқышты араластырып алып, осылай біраз-біраздан салып миксерлейтін боламыз. Міне соңғысын салып миксерлеп жатырмын, және де бізде осындай видеода көрсетілген тесто шығу керек. Енді формамыздың астына пергамент төсеп құятын боламыз. Менде 24 сантиметрлік форма. Сіздерге 20-22 алуға кеңес беремін. Себебі сонда биік болып шығады. Қыздырылған духовкада шамамен 30 минут пісіреміз. Міне менің бисквитім дайын болды. Мен оны бірден бөліп алдым. Енді қазір кремін жасап жинайтын боламыз. Енді кремін жасау үшін 120 грамм сгущенкаға бір сарыуызды қосамыз, және де 20 мл су қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Енді водяной баняда тағы да араластырып, үстіне 2 шай қасық қантымызды қосамыз да тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде ең бастысы қою масса болғанша 10 минуттай араластыру, себебі қоюланбаса, онда креміміз де шықпайды. Енді басқа ыдыста жұмсақ 200 грамм сары майымызды жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Бағанағы массамызды басқа ыдысқа салып алған болатым, және де қазір 1,5 қасықтан салып отырып миксерлейміз де кезек-кезекпен осылай салып тұратын боламыз. Міне және миксерлеп алдым, және тағы да 1,5 қасық салып, тағы да миксерлейміз, осылай жасай береміз. Міне соңғы бөлігін салып жатырмын, және тағы да миксерлейміз. Одан соң үстіне 10 грамм какао қосатын боламыз. Және де тағы да жақсылап тұрып миксерлейміз. Ең бастысы жақсылап тұрып миксерлеу керек, себебі креміміз қою, формасын ұстауы тиіс. Міне осындай Прага тортына арналған крем дайын болды. Қазір тортымызды жинайтын боламыз. Торт жақсы тұру үшін осылай біраз крем жағып аламыз, және де коржымызды қойып, кремімізді үстіне жағамыз. Үстіне екінші коржды қойдым, және де тағы да кремді жақсылап тұрып, жан-жағына жағып шығатын боламын. Міне соңғы үшінші коржымызды қоямыз, және де қалған кремді жан-жағына жағып шығамыз. Ал үстіне қазір ганаш жасайтын боламыз. Ганаш жасау үшін водяной баняда 70 грамм шоколад пен 50 грамм майды ерітетін боламыз. Және де менде бұл жерде шоколад аз болып қалды. Ал сіздерге шоколадын көбірек, яғни айтқанымдай салуға кеңес беремін. Енді қазір ганашын құйып болған соң холодильникқа 3-4 сағатқа қою керек, себебі кремі сініп, үстіндегі ганашы қатуы тиіс. Ганашты дұрыстап тұрып, барлық жан-жағына құйып шығамыз. Міне 3-4 сағаттан соң менде осындай торт шықты, дәмі деген керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де бетіне шоколадтан осылай шоколадты ерітіп жазуға болады. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.